Бүгінгі тақырып атомдық масса және не үшін ол көміртек атомының 12-ден 1 бөлігіне тең. Жалпы мектепте атомдық массаны қалай түсіндіреді? Массаның атомдық бірлігі, демек мап, өлшем бірлігі, көміртек атомының массасының 12-ден 1 бөлігі. Атомдық масса ол атом массасының көміртек атомының массасының 12-ден 1 бөлігінен неше есе ауыр екендігін көрсететін шама. Өте күрделі түсіндірілген. Мен де кезінде мектепте оқыған кезде осы бөлігін онша түсіне бермейтінмін. Не үшін көміртек, не үшін 12-ден 1 бөлігі. Осы шамаларды түсініктірек, оңайырақ түсіндіріп берейін. Оңайырақ айтатын болсақ, атомдық массаның атомдық бірлігі, демек өлшем бірлігі, ол бір протонның немесе бір нейтронның массасы. Демек, ол жай ғана протон мен нейтрондардың массаларын ескереді. Сәйкесінше, атомдық масса ол атом ядросында неше протон мен неше нейтрон бар екенін көрсететін шама. Атом ядросында неше протон мен нейтрон болса, атомдық массасы да соншаға тең. Мысалы, құрамында 4 бөлшек болса, 2 протон, 2 нейтрон мысалы, демек атомдық массасы да 4 мапқа тең болады. Осы жерде не үшін көміртек және не үшін 12-ден 1 екенін де көре аламыз. Көміртектің атомында 6 протон мен 6 нейтрон бар, демек барлығы 12 бөлшек болады. Сол үшін көміртек атомының 12-ден 1 бөлігі массасының ол бір протонды немесе бір нейтрондың массасын көрсетіп тұрады. Сол үшін көміртек арқылы солай есептейді. Не үшін көміртекті таңдады? Себебі көміртектің атомдық массасы 12-ге ең жақын шама, демек бүтін санға ең жақын шама. Қалған элементтерде изотоптары араласып тұрады, сол үшін белгілі бір өлшеулерде қателер болады. Көміртекте ондай қате ең аз болған соң соны таңдады. Бірақ негізі атомдық масса жай ғана протондар мен нейтрондар санын көрсетеді. Ең негізгі элементтердің атомдық массаларын жатқа білу қажет. Осы кестеден солардың негізгілерін жаттап алсаңыз болады.